экософия немесе киелі табиғат. Бұл кітап экософияны түсіндіруге арналады. Кітап отбасы хрестоматиясы сериясы бойынша басылған. Санжар Керімбайдың редакторлығымен жазылған авторлық тобының еңбегі. Экософия дегеніміз табиғатты, жануарларды, құстарды, өсімдіктерді сақтауға бағытталған ғылым. Кітапта аңдар мен құстардың, өсімдіктердің ерекшелігін аңыз, қисса түрінде баяндайды. Мысалы, ақбөкен неге киелі? Пайғамбардың киікті құтқаруы, молда торғай, боз торғай аңызы, кептердің аңызы, тасбақаның ғұмыры және тағы да басқа аңыз әңгімелерді оқи отырып, оқырман санасында қоршаған ортаға деген ерекше сыйластық қалыптасады. Себебі әрбір аңыз бен қиссаның астында бізге беймәлім болған қасиеттерді ұғымдармен танысамыз. Кітаптың бет саны 208 бет. Осы кітаптағы құстар туралы қиссаларды оқығаннан кейін, осы жылы әкеммен көп 15 шақты ұя салайын деп шештім. Соның бәрін іліп шығып құстарға көмектестім.